Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Менің сұлулық каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз шаш күтімі жайлы тақырыпты қозғайтын боламыз. Неге шаш күтімінде жіберілетін 10 қателіктер? Шашты боялған шаш, боялмаған шаш, өте құрғақ не болмаса майлы шаштарды қалай күту керек екен туралы бүгін толығырақ білетін боласыздар. Сіздер жайғасып отырып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал егер де сізге осыдан да тағы да басқа пайдалы ақпараттар не болмаса рецепттер қызық болса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Сол кезде мен сіздер үшін түсірген арнайы видеоны өткізіп алмайсыз. Ал сіздің бөлісетін бір қызықты рецептіңіз не болмаса ақпаратыңыз болса, комментария бөліміне жаза кетіңіз. Бірге жасап результатқа жетейік. Ал видеоға кірісейік. Менің мамандығым 15 жылдық стажы бар шаштараз. Осы шаштаразда 15 жылдың ішінде сан алуан түрлі шаштар мен сұрақтарға мен тап болып жаттым. Ең жиі кездесетін, ең қарапайым, боялмаған дәл менікіндей өзіңіздің шашыңыз болса, көбісі тек қана шампуньмен ғана жуып, сонымен шектеліп жатады. Ол сіздердегі ең үлкен жиі жіберілетін бірінші қателік. Міндетті түрде шашыңыз боялған, боялмаған болса да, бальзам не болмаса масканы қолдану қажет. Себебі әсіресе ұзын шашқа. Себебі шашыңыздың өзінің табиғи сұлулығын ұзағырақ сақтау үшін, шашыңыз ұштанбай, шашыңыз электрланбау үшін міндетті түрде бальзам не болмаса кондиционер болу қажет. Ең алдымен боялмаған шашты қалай күтеміз? Ол үшін әр бас жуғанда міндетті түрде басымызды 2 рет жуу қажет. Негізінде бұл боялған, боялмаған емес, барлық адам баласының бас жуу кезінде міндетті түрде шампуньмен басымызды 2 рет жуып алу қажет. Және де сол шампуньмен жуу кездегі ең басты үлкен қателіктер. Мысалға, сіз душтың астында тұрып, басыңызға шампуньді осылай алып, мына жерге жағасыздар да, осылай кішкене ғана сырғанатып, ұзындығын жуып жатады. Ол өте жиі кездеседі. Негізінде олай дұрыс емес. Шашыңызды жақсылап, сулап аласыз. Шампуньді кішігірім алып, желкеңізге бір жағып, екінші кішігірім алып, жоғарғы жағына жағып, және де үшіншісі шампуньді алып, 2-ге бөліп, құлақтың артына жағып, содан кейін ғана көпіртесіз. Бірінші жуған кезде шампуньмен шашымыз қатты көпіршімейді. Себебі біздің күні кешке дейін жүріп жинаған жаңағы шаң, тозаң, микробтардың барлықтары майланып шашқа жабысып тұрады, және ол бірінші жуған шампунь оған күші жетпейді. Сол себепті кішкене көпіртіп, жақсылап тырнағыңыздың ұшымен, бірақ тарапы тетпей, яғни ауыртпай, тырнақыңызбен үйкелеп, жақсылап жуып аласыз. Одан кейін шайып тастап, кәдімгі бір жаңағы дозаны шампуньді құйып, басыңызға айналдырып жағып, кішкене ғана сулап жіберіп, енді екіншісінде өте жақсылап көпіршітіп, барлық жерін жуып шығу қажет. Көбінде адамдар желке жағын дұрыс жумай жатады, барлық шампуньді ұзындығына жіберіп, осылай жуады. Негізді шампуньнің ұзындығын жақпаймыз, тек қана түбіне. Боялған, боялмаған шаш болса да, барлық шаштың ұзындығы әлсіздеу болып келеді. Сол себепті шампунь, яғни су сабынды түбіне жағып жуып болғаннан кейін сумен шайған кезде, сол кезде ғана қалған көбікпен шайып жібересіз. Осы жерге арнайы шампуньді көп құйып, төбеге жинап, оны жуудың қажеті жоқ. Өйткені менің келген клиенттердің барлықтарының қателігі сол. Көбінде шампуньді ұзындығына жағып, ұзындығын төбеге алып барып, соны жуып жатады. Олай дұрыс емес. Тек қана шампуньді түбіне ғана тигіземіз. Ұзындығына шайған кезде тиеді, сол кезде ғана шайып жібереміз. Міндетті түрде басты 2 рет жуу керек. Кондиционерді тек қана ұзындығына ғана жағып, 2 секунд, 3 секундтай ғана бальзам кондиционерді ұстаймыз. Маска болса 15 минут, 30 минутқа дейін ұстап, шайып жіберу қажет.
Негізінде күнде бас жуатын кісілердің көбісінің шашы өздері майлы болып келеді, не болмаса екінші қателік жаңағы 2 рет жумағанның салдарынан, яғни шашты дұрыс жумай, дұрыс ашпағанның кесірінен шашыңыз тез қайтадан кірленетін болады. Ол өте жиі кездеседі. Мысал ретінде, мен шаштаразбын, маған клиент келіп, мен жаңа ғана үйден басымды жуып келдім, шашыма укладка жасай беріңіз, не болмаса кесе беріңіз деп айтады. Ренжімеңіздер, мен ешқасан үйдегі өздері жуып келгендерді алмаймын. Себебі 1 рет алдым, 2 рет алдым, үшіншісінде өзіме ант бердім, енді алмаймын. Себебі жаңа ғана жуып келген адамның шашын арасын ашсаңыз, осы жері ғана жақсы жуылған, ұзындығын жақсылап жуып алған, ал артын ашсаңыз әлі де майланып, жаңағы жағымсыз иістер қалып қояды. Және де ол 80% кездеседі. Және де шашы ұзындау, кішкене карыдан ұзын болған шаштың барлығына термозащита пайдалану қажет. Фенмен кептіресіз ба, утюжок қолданасыз ба, қолданбайсыз ба, оған ол байланысты емес. Термозащита дегеніміз ол ыстық температурадан, одан бөлек сырттағы, яғни сырттағы температурадан қорғайды. Мысалға ретінде жаздың ыстық кезінде далада жүрсеңіз, ол шашыңыздың түсі меланин азайып, түсі кішкене өңе бастайды. Термозащита соны көмектеседі. Дәл солай қыстың күні де өте қатты суықтан не желден шашымыздың ұзындығына зиян келіп, ол өзі құрғақ және әлсіз болады. Термозащита соған жақсы өзінің көмегін тигізеді. Және де ең маңызды заттар ол май. Жуылмайтын май, яғни не смываешься деген масло болады. Сол масланы, майды міндетті түрде ұзындығына аз ғана мөлшерде жағып, әбден сіңдіріп алу. Ал шашыңыз боялған, ағартылған болса, онда сіздерге арналған арнайы шампуньдар бар. Сіз кәдімгі қарапайым шампуньмен жуатын болсаңыз, сіз әрине өзіңіздің шаш маманына барып, неге менің шашымды краска ұстамайды, краска тез кетіп қала береді, жаңағы сіздің жасаған осветление, яғни ағартудағы түсім оңып, шашым сарғайып кетті деген сұрақтарға тап боласыз. Себебі сіз қарапайым шампуньмен красканы шайып тастап отырасыз әрдайым. Сол себепті шашыңыз боялған болса, өзіңізге арнайы шампунь арнап қойыңыз. Боялған шаштарға арналған. Себебі ол шампуньдардың құрамында шаштың краскасын кетірмеуге арналған элемент бар. Сол кезде жаңадан боялған шашыңыздың түсі ұзағырақ, балғын түсін ұстап тұратын болады. Ал егер шашыңызда кератин ботокс болса, онда сізге бессульфатный шампунь пайдалану өте маңызды. Бессульфатный шампунь дегеніміз ол көпірмейтін шампунь, яғни құрамындағы элементтер химиялық өте аз. Сол себепті ол тек қана бас терісін ғана тазартады, басқа еш нәрсеге ешқандай септігін тигізбейді. Солның әсерінен шашыңыздағы химия, ботокс, кератин, краска, не болмаса тағысын жасалған қосымша факторлар жойылып кетпейді. Сол кезде басыңыздағы барлық жасалған химия, ботокс нелердің барлығы ұзағырақ тұратын болады. Сол себепті міндетті түрде тек қана бессульфатный ғана шампуньды пайдалану қажет. Ұмытпаңыздар. Және де барлық шаштың түрі боялған, боялмаған, химия бар, ағартылған шаштарға маска, бальзам, май, ол сіздің тіс жууға арналған пастаңыз секілді күнделікті қолданыста болуы қажет. Және де өте маңызды элемент саналады. Боялған, не болмаса ағартылған шаш әлсізірек болып келеді. Сол себепті оны жуу барысында міндетті түрде 2 рет жуып, кондиционер не болмаса бальзам пайдаланып, одан кейін жасаған маскаңызды ұзындықтан төмен ақырын тарау арқылы жасайсыз. Және де ағартылған шашты жуатын алдында не болмаса құрға, ұштаңғыз, шатасуға бейім келетін шаштарды міндетті түрде жуудың алдында жақсылап тарап алу қажет. Таралмаған шаш одан сайын үйісіп, жаңағы жуып болғаннан кейін ол тараған кезде сынғыш және ұзындығын қысқартып қалады. Сол себепті міндетті түрде тарап, арнайы шампуньдармен жуып, майды жағып болғаннан кейін фенмен жоғарыдан төмен қарай сырғанату арқылы кептіресіз. Осылайынан, астынан еңкейіп сіздерге кептіруге болмайды.
Ағартылған не болмаса боялған шашты сол кезінде тарауға мүлдем болмайды. Және де шашыңыз 100% кепкеннен кейін ғана тісінің арасы ашық, үлкен, массаж, не болмаса ағаш, не болмаса жұмсақ тарақпен тарауды қажет етеді. Және де әр тарайтын алдында для мягкого расчесывания деген, не болмаса кератин эффекті бар деген спрейлар болады. Соны сеуіп, содан кейін ғана тарап алу қажет. Сол кезде шашыңыздың ұштануы азаяды. Ағартылған шашыңыз сынғыш келеді ғой, солардың жаңағы күштері қатайып, шашыңыз нығызданып, шатасқан кезде оңай таралатын болады. Ең алдымен шашыңызды 3 айда бір рет кесіп, ұзын шаштарды 3 айда бір рет ұшын кестіріп, тазартып алып отыру қажет.